тақырыбымыз бізде замоктарды тігу барысы. Мен сіздерге қазір екі түрлі замокты көрсететін боламын. Біріншісі бізде брючный замок деп айтамыз, яғни юбкаларда немесе шалбарларда гульфик арқылы тігілетін замоктар. Бұндай замоктарды біз шалбардың ортаңғы жағынан, алдыңғы жақтан көреміз. Көбінде джинсы, классикалық шалбарларда жүреді. Ал одан кейінгі замок бізде потайной, яғни жасырын замок. Бұл екі замоктың өзінің де тігу технологиялары бөлек. Қазір біз бірінші гульфикті тігіп көреміз, одан кейін потайной замок бойынша жұмыс жасаймыз. Гульфикті біз қалай тігеміз? Гульфикті тігу үшін өзіңіздің шалбарыңызда, мен модельді айтып өткен кезде көрсеткенмін, қалай өлшеп алу керектігін. Мысалға, мынау менде шалбардың ауы, мына тұрған, мынау менде тұрған гульфик. Ер адамдарда гульфик сол жаққа қаратай жабылатын болса, яғни замогыңыздың беті, әйел адамдарда оң жаққа қаратай жабылады. Бірақ та унисекс деп айтамыз, бізде джинсы немесе басқа да киім түрлері әйел адамдарға, ер адамдарға киюге арналған тігілетін болса, униформалар болуы мүмкін, оларда барлығында ер адамдық сияқты сол жаққа қарап тұрады. Қазір бізде дизайн бойынша, қиып алғанымыз бойынша, бізде екі жақта да гульфик тұр. Бұл жақтың біреуін біз қиып тастауымыз керек. Біреуін қиған кезде мынандай түбімен бірақ қиып тастамайсыз. Бұл жерде сіз 1 см тігіске, яғни припуск ретінде алып қалуыңыз керек. Мысалға, менде мына сызғыштарда 1 см, 2 клетка, 1 тор көз 1 см болып есептелінеді. Немесе өздеріңізде бар сызғышпен бірінші мына бастан белгілеп алсаңыздар болады. Одан кейін осыдан 1 см тағы да сызасыздар. Және де осыдан қиып алып тастаймыз. Қиып алып тастадық. Енді бізде мына сияқты дублерин деген мата болады. Бұндай маталар замокта, белде және қалтада қолданылады. Өйткені бұлар өте көп жұмыс жасайтындықтан, белде біз отырып тұрған кезде белдігіміз біздің мыжылып қайтадан формасына келу керек. Қалтада ауыр нәрселер салсақ, ол бізде формасын ұстап тұру керек. Және де замоктада жабылып ашылу кезінде бұжырланып бір орында жиналып қалмай формасын жақсы ұстап тұру үшін осындай дублерин деген клейі бар матаны қолданамыз. Біз мына жақта 1 см-ге қиып алдық. Осы 1 см-ге біз дублерин матасын жабыстырамыз. Ал мына жаққа осы гульфиктің формасында бізде дублерин жабыстырылады. Мұнда бізде 1 см-ге дублерин жабысады. Және де біз қазір екі шалбардың ауын бірінші тігіп алуымыз керек. Одан кейін арғатай замокты тігіп бастаймыз. Мен қазір сіздерге тек қажетті құрал жабдықтарды көрсетіп алуым керек. Бұл жерде мысалға 1 см-ге жабысатын болса, мына жақта бізде керісінше мына жақ гульфиктің формасы толыққанды дублеринмен жабысуы керек. Бұл да бізде форманы ұстау үшін қажет. Және де біз замокты орнатып болғаннан кейін, егер осы екі детальмен ғана тігетін болсақ, мына замоктарыңыз сізде ішкі жақтарыңызда көрініп қалады. Замокты жабу барысында өзіңіздің денеңізді қысып кетпеу үшін бізде замоктың астында қосымша тағы бір бөлік болады. Ондай бөлікті біз откосық деп айтамыз. Яғни ол откосықтарымыз мына сияқты ұзындығы сіздерде мысалға 20 см болатын болса, сіз 20 см аласыз. Ені сіздерде 5 см болатын болса, онда мына жерде 10 см аласыздар. Бұл сіздерде откосықта толыққанды дублеринмен қапталынады. Және де бұны екіге бүктейсіздерде, мына екі шеттеріңізді оверлокпен тігіп аласыздар. Қазір бірінші біз мына екі шетті біріктіріп алайық. Одан кейін арғатай оверлокпен тігіс жасауды бастаймыз. Гульфикті тігу үшінде, потайной замокты тігу үшінде сізде мына тұрған универсальный лапкаларыңыз, яғни табандарыңыз жарамсыз. Сіздерде машинкаларыңызбен бірге мына сияқты замокқа арналған табан келу керек. Егер бұндай табан болмайтын болса, жәнегі швейный құралдар сататын жерден өздеріңізге сатып алыңыздар. Өйткені замоктың тістері мына сияқты лапканың астынан өтпейді. Бұны орнату үшін сізде мына жерде табанның орны бар. Осыған табанды қоя отырып, төмен түсіретін болсаңыздар, бұл өзі міндетті түрде қыстырып алып қалады. Енді қазір біз бірінші, жәнегі айтқанымдай, ауыңыздың екі ортасын тігіп алуымыз керек. Ол үшін сіздерде уже шалбарда болғанда міндетті түрде тіге бересіздер, ал мен қазір
Мында 1 сантиметрге бастырып алайын. Тігу барысында закрепка қоюды ұмытпаймыз, өйткені кейін бара-бара киіміміз сырып кетуі мүмкін. Ауды тігіп алдым. Жәнегі көрсеткен дублериндарды енді мен матада жабыстыруым керек. Ол үшін үтікке барамыз. Және біз шалбарымыздың ауын тігіп алдық. Енді бұған біз жәнегі өзіміздің дублериндарымызды жабыстыруымыз керек. Ол үшін онда дайындап қойған дублеринді аламыз. Матаңыздың бетіне қоясыз. Дублеринді жабыстырған кезде бізде үтікке пар беруге болмайды, өйткені бұл клейі бар мата болғандықтан пардың кесіріне матаңыздың клейі сізде жабыспай қалады. Оны алмай, тек 1-2 минутқа, 1-2 секундқа, максимум 15 секундқа ұстап тұрасыз да алып тастайсыз. Не бізде жабысып қалды, ешқай жерге түспейді. Келесісі, екінші жақ шетіңізді аласыз. Бұғанда жәнегі дублериніңізді жабыстырасыз. Ұстап тұрасыз. Артық қиған жерлеріңіз болса, одан кейін алып тастауыңызға болады. Так, екі шетін жабыстырып алдық. Одан кейінгісі бізде откосық деп аталынады. Жәнегі теріге жабысып қалмау үшін астында тұратын бөлік. Менде керісінше болу керек. Дублериннің клейін қалай ажыратасыз? Сізде қолыңызбен ұстап көрсеңіз, тікенекті жағы болады. Сол тікенекті жағы сізде клейі бар жақ болады. Оны матаңызға қоясыз, өйткені үтіктің бетіне қойсаңыз, үтігіңіздің беті клей болып қалады. Жабыстырып алдық. Одан кейін бұны сразу екіге бүктеп алсаңыз болады. Өйткені сіз тек екіге бүктеген формасын ғана қазір қолданасыз. Үтікпен дайындайтын жерлеріміз дайындап болды. Қарғатай замокты тігуді бастаймыз. Кульфиктің жәнегі бетіне біз дублеринді жабыстырып алғаннан кейін оверлокпен обработка жасап шығамыз, чтоб матаңыз болашақта сөгітіліп кетпеу үшін. Егер сізде оверлок болмаса, зигзагпен немесе жәнегі косая бейка ленталармен жасасаңыз болады. Ары қаратай замокты орнату үшін бізде мына өң жақ бетіңіз болатын болса, мына жақта тұрған шеттігіңіз ол сізде ішке қайырылады. А мына жақтағыңыз сізде замок орнатылатын жақ. Бұған қалай орнатасыз? Замогыңыз сіздің мына тұрған замогыңызды терісінен қоясыз. Мына шетке замоктың мына ашылатын жағы сізде матада теріс тұру керек. Мысалға міне аласыз. Мынаған теріс қойдыңыз. Осының астына бағанағы дайындап алған откосықты да оверлокпен обработка жасап аласыз да осыған біріктіресіз. Үшеуін бір тігіспен тігіп шығасыз. Мен сіздерге қазір инемен қыстырып көрсетейін. Так. Мынаны қыстырып алдыңыз. Және де мына жақ шетте мынаны қыстырып алдыңыз. Замогыңызға сенімді болмасаңыз, жылжып кетеді деп ойласаңыз, оны қолмен бірінші инемен де тігіп алсаңыз болады. Дайын форматта міне сізде осындай тігіс шығады. Ал енді мына екінші жақ шетіңізді жәнегі тұрған мына детальға тігетін боласыз. Бұл детальдің да шеті сізде мына замоктың шетімен біркелкі жатуы керек. Бұны да тігіп аласыз. Бұл жерде ескеретін нәрсе, сіз бұл замокты тігетін кезде мына жақтағы откосыңыз мына жақ шетке де тігіліп кетпеу керек. Ол тек жәнегі мына сияқты ойығы жоқ жаққа ғана тігіледі. Откосықты сіз екінші жақ шетке тігіп тастамауыңыз керек. Себебі сіз замокты ашқан кезде екі жақ шетіне де тігіліп тұрса, ол сізде обманка замок ретінде пайда болады. Ондай болмау үшін сіз тек мына жақта тұрған ойық деталіңізді ғана замокқа біріктіресіз. Ал екінші жағыңызда сізде откосық болады. Мына жақты тігіп алдыңыз. Ары қаратай ашқан кезде мынауыңыз былай қарата жылжып кетпеу үшін матаңызды бүктей отыра мына жерден сырт жағына да замокты орнатып болғаннан кейін қосымша тігіс бересіз. Өзіңіздің кульфиктарыңыз бар замоктарыңызды қарап көрсеңіз, қалай тігілгенін көре аласыз. Енді, мысалға бізде мына жерде де тігіп тастадық деп ойлайық. Яғни бір жақ шетте сіз екі тігіс бересіз. Мына жақ шетіңіз тігіліп тұр деп ойлайық. Мына жақта міне сізде замок тұр. Замокты сіздің мына жағыңыз жауып тұрады. Ашқан кезде сізде міне астарында
гульфиктің жәнегі откосығы болады. Мынандай оверлоктың жіптерін артынан қиып алып тастасаңыз болады. Қазір бірінші қандай тігістен бастаймыз? Сіз бірінші откосықты, замокты және де негізгі деталіңізді біріктіріп алған жерді мына тұрған лапкаңызбен тігіп алсаңыз болады. Замоктың лапкасы мына жақта тек бір жақ шетікте ғана ойық болатындықтан, сіз замогыңыз тұрған жақты керісінше машинаңыз тұрған жаққа қарата қоясыз. Қазір осы үшеуін бірге бір тігіп алайық. Откосыңыз, замогыңыз барлығын тұрған тексеріп аламыз. Және айтқандай бірінші қолмен тігіп шықсаңыздар болады. Немесе өздеріңізге сенімді болсаңыздар, сіздерде мына жақта 10 деген сан бар, ол 1 см деген сөз. Сіздер соның бойында немесе табаныңыздың мына жақ шеттігіне қойып тіксеңіздер болады. Қазір мысалға біз 10-ға қойып тігіп көрейік. Бұл жерде замогыңыздың ара қашықтығына байланысты жүреді. Онға қойып тігіп алдық. Бұл лапкаларымызды алып тастаймыз. Замок тігілді. Замок тіккеннен кейін осындай ара қашықтық сізде міндетті түрде болу керек. Егер сіз өте қатты жабыстырып тігіп тастайтын болсаңыз, мына замогыңыз сіздің жабылмай әуреге түсіреді сізді. Сол себепті ара қашықтық болу керек. Одан кейін шов на 0,1 деген болады. Яғни сіз осы шов матаңыз арлы-берлі қозғалып кетпеу үшін мына жерден сырт жағынан тағы бір шов берсеңіз болады. Ол сізде тігісті ары қарата қозғалтпай ұстап тұру үшін беріледі. Аласыз, тағы да бір тігіс жасайсыз. Ол тігіске закрепқа қоясыз. Сіздерге көріну үшін мен қара жіппен тігіп отырмын. Арқа жағыңыздағы тігісіңіз осылай, алдыңғы жақтағы тігісіңіз осылай көрінеді. Бірақ бұл тігіс сізде мына жақтағыда жабылып қалады, толықтай көрінбейді. Ол үшін бірінші мына жақ шетті де қазір тігіп алуымыз керек. Бірінші негізгі матаға жалғамай, тек замоктың өзін ғана тігіп шығасыз. Тура жәнегі сияқты 10 см-ге. Маңыздысы замогыңыздың соңына дейін жетіп тұруы, соған мән бересіз. Жылжып кеткен жағдайда машинаны тоқтатып, жөндеп алсаңыз болады. Замоктың тұрған жерін жауып жіберсеңіз, сіздерге кедергі келтірмейді. Бұны да орнаттық. Нелерді алып тастаймыз. Енді екі шетіңізді ашып көресіз. Замогыңыз ашылып тұр. Жауып көреміз. Жапқан кезде мына жақтағы мән беретін нәрсеңіз, ол сіздің мына тігісіңізбен, бағанағы ауды тігіп алған тігісіңізбен, мына жақтағы гульфигіңіз бір қатарда жатуы керек. Менде түзу жатты. Қазір мен мына жерге тағы бір тігіс беремін. Ол үшін мына откос менде тігіліп қалмау үшін қайырып, мына жаққа инемен қадап қойсаңыз болады. Жоғарғы жағын қайырып қойдым, ал төменгі жағыңыз бірге тігілсе болады.
Қазір осы жерден замокты ұстата отыра тағы бір тігіс жасап шығамын. Замогыңыздың түбін тіккен кезде тура замоктың тісіне сіздің инеңіз түсіп кетпеуіне мән беріңіз, өйткені ондай жағдайда инеңіз сынып кетуі мүмкін. Бұрап алдық. Ары қарай жалғастырамыз. Мына сияқты доғал тәрізді тігісті жасаған кезде бормен бірінші өзіңізге бастырып сызып алсаңыз болады. Өйткені тігісіңіз сыртына көрініп тұратындықтан әдемі бір қалыпты тігіс түсу керек. Откосықты байлап қойған жәнегі булавкамды алып тастаймын. Ол менде міне тігілген жоқ. Мына жақта тұр. Мына жақта менде біркелкі тігіс түсті. Ашып көрсек болады. Ашқан жағдайда міне откосық бөлек тұр. Сонымен қатар бізде кейбір кездері джинс шалбарды көбінде тіккен кезде мұнда дополнительно тігіс жүреді сізде. Ондай тігіс егер классикалық шалбарларда жасамайтын болсаңыз, бірінші мына тігісті жасап болғаннан кейін, мына жерде сізде бағана откосық жабыспай қалды ғой. Сол жерді қайтадан біріктіру үшін тек осы маңайға ғана қайтадан тағы бір тігіс жасай аласыз. Яғни бұл жерде екінші тігісті жасаған кезде сізде мына жақтан откосық бірге тігіледі. Қазір бірге тігіп көремін. Тура жәнегі жасаған тігісіңіздің үстінде жасасаңыз болады. Артқы жақта сізде тігіс закрепка қойылды. Мына сияқты артқы жіптерді тазалап тастайсыз. Сонда міне ашылған кезде мынауыңыз сізді бөліп кетіп қалмайды. Тура замоктың түбінде сіздің молнияңыздың бигнок деп айтамыз ғой, сол бигноктың аяқталған жерінде тұрады сізде. Ары қаратай төмен қаратай түсіп кетпеуіне кедергі келтіреді. Мына жақта сіз қайтадан тағы бір рет үтікпен басып шықсаңыз болады. Сонда міне бізде шалбарымыздың кульфигі дайын. Кульфикті тігу бойынша қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, жеке WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Потайной, яғни жасырын замокты тігу үшін біз бірінші үтікпен керісінше жағына аударып алуымыз керек. Өйткені бізде қарапайым замоктарда сізде мына тістер сыртына көрініп тұратын болса, потайной замокта олар көрінбейді. Егер сіз үтікпен аудармай, тек осы шеттің бойында ғана тігіс жасайтын болсаңыз, сырт жағында сізде көрініп тұрады 2 мм-дай. Оны жауып тастау үшін сіз замогыңызды ашып аласыз. Мына тұрған тістеріңізді сыртына қайыруыңыз керек. Сол кезде 2 мм сыртына көрініп тұратын жерді сізге тігіспен тігуге мүмкіндік болады. Парды қатты бермейміз, өйткені тістеріңіз пластмасс болғандықтан бұлжырап кетуі мүмкін. Бірақ қатты қайырылмай жатса, бір ғана пардың көмегімен жылжытып отырасыз. Яғни теріс жақта тұрған замоктың тісін оң жағына аударып аласыз да, соның бойында тігіс бересіз. Соның арқасында мына жақта қайырылған кезде сізде 2 мм жәнегі көрініп тұрған алынып қалады. Екінші жағыңызда тура солай үтіктеп аламыз. Өздеріңізге практика үшін үтіктемей және үтіктеп тігіп көрсеңіздер болады, айырмашылығын көре аласыздар. Ал ары қаратай қазір оны матаға тігеміз. Жәнегі бізде кульфик жасалған сабағымыздың жалғасы, бізде екінші замоктың түрі, ол бізде жасырын замок. Жасырын замокты жасау үшін біз бірінші үтікпен үтіктеп алуымыз керек. Үтіктен өткізіп алғаннан кейін сіздің матаңыздың өзінің тігілетін жеріне осы замокты орнататын боламыз. Менде қазір
қосымша жай ғана мата болғандықтан ешқандай обработка жоқ. Негізінде көйлектің немесе юбканың замогын тігетін кезде бұл шеттікті сіз оверлокпен тігіп алсаңыз болады. Өйткені бара-бара сіздің матаңыздың шеті сөгетіліп кетуі мүмкін. Жалпы бұл жердегі көрсететін технология ол бұл замокты қалай орнату керек. Кейбір киімдерді көретін болсаңыз, артқы жағында сізде бос кеңістіктер болады. Немесе замогыңыз бұлтық-бұлтық болып, ирек-ирек болып тігілуі мүмкін. Бұның барлығы сіз замокты дұрыс орнатпағаннан болады. Сіз оны қалай орнатасыз? Орнату үшін мен мысалға қазір сіздерге мына 2 матаны жалғап алсам, сәл ғана жалғап арғатай түбін бірге кеткенін қалай көрсету керектігін айтамын. Ол үшін маған бір 5-10 сантиметрлік тікшет керек. Әзірге 5 сантиметрге тігіп алайын. Мысалға, мынау сіздің юбкаңыз немесе көйлегіңіздің арты деп есептелік. Мұнда сізде міне астыңғы жағы тігіліп тұр, сізге үстіңгі жаққа замок орнату керек. Ол үшін сіз не істейсіз? Мына замокты жәнегі қайырып алған жағыңызға емес, бірінші замоктың мына тұрған бегуноғы қай жаққа қарап тұр, соған мән бересіз. Яғни бұны матаңыздың мынандай оң жағына қойып аласыз. Соның арқасында мына жақты тексересіз. Тексерген кезде мынауыңыз сіздің матаңыздың шетіне кету керек. Яғни сіз былайынан емес, матаңыздың шеті мен замогыңыздың шеті бір қатарға түсуі керек. Бұл жерде не маңызды? Сіздің матаңыз бен замогыңыздың екеуінің арақашықтығы әртүрлі болу керек. Даже созылмайтын матаның өзі замоктан қарағанда көбірек аласыз. Мысалға, замок өзі тұр, ал сіз матаңызды сәл кеңірек аласыз. Өте қатты мынандай үлкен қылып алудың қажеті жоқ. Сәл ғана кең болса жеткілікті. Тігу барысында оны тартасыз, сол кезде міне сізде замокпен бір қатарға түседі. Мына жақты аласыз. Қазір міне мен сіздерге инемен де қыстырып көрсетейін. Инемен қыстырып алдық делік, міне көрсеңіздер бос кеңістік тұр. Оны тігу барысында тартасыз, ол сізде түзу болады. Осылай міндетті түрде матада сізде бос кеңістік болуы керек. Өйткені егер бос кеңістіксіз тігетін болсаңыз, сіздің замогыңыз бұлтық-бұлтық жәнегі айтқандай ирек-ирек болып шығып қалуы мүмкін. Ол біріншіден сіздің киіміңіздің качествосын құртады, екіншіден ондай замоктар сізде ұзаққа қызмет жасамайды. Бір жақты сөйтіп тоқтатып алдыңыз ба, келесі жағыңызды тура солай қыстырып аласыз. Яғни бір жерден ғана емес, барлығын жәнегі біздің мына тігіп алған қоспамыздың шетіне дейін жалғастырасыз. Сіздің мынандай потайной замогыңыз негізгі қоспадан сәл осындай артық тұруы керек. Және де сіз мына жақта белгілі бір матаның өзіңізде арақашықтықтарын қалтырып отырдыңыз ғой. Соны екінші жақ шетіңізге де белгілеу үшін мына жақта матаңыздың қай жетін аяқтағанын бормен немесе карандашпен өзіңізге белгілеп қойсаңыз болады. Жалпы мынандай қайшымен алып, екі шетті бірге былайынан түзуінен ұстау арқылы мына жақта қай жерден аяқталып тұр, сол жерді сәл тіліп жіберсеңіз болады. Бұндай тіліктер бізде рассечка деп аталынады. Егер матаңыздың немесе замогыңыздың качествосына өзіңіздің көңіліңіз толмай, қандай да бір уайымыңыз бар болатын болса, мына сияқты қимай лучше бормен немесе карандашпен белгілеп қойыңыз. Өйткені бұлар да бара-бара сізде сөгетіп кетуі мүмкін. Ал мен қазір рассечканы қолданамын. Мына жақтағы рассечка мен мына жақтағы рассечка сай келді. Енді екінші жақта мен екі жақ тігісім қатар жақсы түсу үшін бұл жақты осы қиықтың бұрышынан, менде мына жерде қиық тұр, мына жерде тігіс тұр. Соның бойына жатқызамын. Бірінші шекті белгілеп алдым. Одан кейінгі екінші шекті мына жақтан қараймын. Менде қай жерде тұрғанын. Менде мысалға замоктың шетінде пластмастан ерітіліп қойылған закрепка дейміз. Замок арқада шығып кетпеу үшін закрепка қойылған. Осы закрепканың тұрған жеріне екінші жақ шетімнің де закрепкасы қойылуы керек. Бірінші жақты белгілеп алғаннан кейін екінші жақта осы екі шетті белгілеп аламыз. Бірінші арқаратай бізде міне матамыз замоктан қарағанда үлкен, бос тұр. Оны да инемен бір келке етіп қыстырып аламын. Енді осыны машинкада тігіп шығамыз. Бағана біз үтікпен сізде мына тігісті
тістерді сыртына қайырып тігіп алған, үтіктеп алған болатынбыз. Мына жерде жақыннан қарасаңыздар, сіздерде 2 мм арақашықтық бар. Тура тістің үстімен тігудің қажеті жоқ, өйткені тігіс түскен жерде сізде замок жабылмайды. Сол тігістің тістердің бойында ғана жатса жеткілікті. Қазір сіз матаның лапкасын, машинаның лапкасына қойған кезде сізде жаңа бір жақ шеті жоқ дедім ғой, сол жақ шетіңізде тура замоктың тістері жату керек. Кішкене тартып ұстайсыз. Одан кейін қайтадан замоктың тістері ішке қарай бұралып тұратын болса, қолыңызбен ашып көмектессеңіз болады. Тігісті жасайсыз. Бұл жерде де закрепка қоюды ұмытпаймыз. Ары қарай тігіп шығамыз. Бірінші негізі 2 қоспа тұрған жақтан бастап тіккеніміз жақсы. Бір шетін тігіп болдық, инелерді алып тастаймыз. Замоктың өзін тігіп жібермедік пе, тексеріп көреміз. Тігіп алып тастаймыз. Замокты қозғалтып көреміз. Енді екінші жақты тігеміз. Бір жақты міне түбінен бастап тігіп алдыңыз, ал екінші жақты уже жоғарғы жағынан тігесіз. Бұл жақта екінші жағында жоғары жақтан тіккеніңіз сізге жеңілірек болады. Иненің көздеріне мына жақта сіз матаға қыстырып алған булавкаларыңыз тиіп кетпесін, байқап қараңыз, өйткені сынып кетуі мүмкін. Мына жақ шетте 2 қоспаңыздың 2 жақ шетін 2-ге жарып алыңыз. Қазір тіккенге ыңғайлы болу үшін. Бұл жаққа да закрепка қоясыз. Инелермен де бос жатыр, барлығын суырып аламын. Енді қарасаңыз, менде міне замок түбінде қалып қойды. Бұны итеру арқылы мына жақтағы тесіктен өзіңізге мына тесіктен шығарып аласыз. Замокты одан кейін тартасыз. Тартқан кезде мына жағыңыздан міне жабылады. Бегуногы сізде сырт жағына шықты, ары қарай тарта бересіз. Матаны тартып отырып тіккеннің арқасында менде тігіс мүлде көрінбейді. Былайнан ашып қарасам, мына жақтарыңызда да. Енді былай тартып көргеннің өзінде ғана ақырын ғана көрінеді. Ал жалпы замок ешқайда қазір білініп тұрған жоқ. Контрастный цветпен тігілгенмен бізде ішінде припуска ровно жатыр міне. 1 сантиметрге тігіліп шықты. Тігіп болғаннан кейін де, немесе тігіп алғанға дейін де бірінші оверлокпен обработка жасап алсаңыз болады. Түбіңізде бір келіп түсті. Тігіс бойынша да сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде қойыңыз. Одан кейін мында потайной замокты тіккен кезде, егер өте жұқа мата немесе өте қалың мата болып жатса, оверлокпен обработка жасамас бұрын мына жерге сіз өзіңізге жәнегі гульфикта тіккен сияқты 1 сантиметрге дублерин жабыстырып қойсаңыз болады. Негізі дублеринмен жабыстырып қойсаңыз, матаңыз ары қарай сізде ұзақ жұмыс жасауға көмектесетін болады. Яғни замогыңыздың качествосына қарамастан, замоктың ирелеңдеп кетпей формасын ұстап тұрғанға дублерин өте үлкен көмек көрсетеді. Сондықтан негізі дублерин жабыстыруға кеңес беремін.